Мен Еркебаев Мәулет Алпысбайұлы Жандосов ауылының тұрғынымын. Бүгін амалсыз видео обращение жасайын деп отырмын. Біздің ауылда декабрьдің 2023 жылы суымызды центральный водопроводқа қостық деп ақпарат берілді. Бір-екі айдай таза су келіп тұрды. Содан кейін көктем басталды. Көктем басталған соң 24 жылдың қайта лай су, қар жауса, жаңбыр өтсе, лай су ішетін болдық. Не болса да біз өз проблемамызбен ауылдың әкімшілігіне барамыз. Бізде жас жігіт жұмыс істейді. Қолынан келгенін бәрін жасап отырады. Ол балаға кінә жоқ. Оның айтқаны, бізге декабрьде қосты, кішкентай қуанып едік. Давлениемен су 4 боп келеді, бірақ біздің ауылға жеткен соң 2 атмосфераға түсіп кетеді, бәріне жетпейді. Содан кейін амалсыз бұрынғы системаға қосуға тура келді дейді. Ауыл ауданына, әкімшілігіне, су басқармасына ауданның хабарладық дейді. Одар әлі соны амалын шеше алмай жатыр. Міне кеше жаңбыр болды, борандатып. Түнде қайта суды тоқтатып тастады. Қазір міне сағат 10 боп қалды, су әлі жоқ. Енді бір амалымыз облыстық әкімшілікке хабарлау, осы обращение жасап отырмын. Қолға алып, қазір таза су деген программа жасаңыздар. Қағаз түрінде бәрі істелініп жатыр. Ал бірақ 14 мың халық Жандосов ауылында, Алматыдан 20-30 шақырым жерде тұратын тұрғындар әлі міне 21 ғасырда таза су не екенін қазірға дейін білмейміз. Бұны қазақша айтып отырмын. Енді түсінбесеңіздер, орысша ары қарай жалғастырайын. Меня зовут Мәулет Алпысбайұлы Еркебаев. Я житель села Жандосова, в котором проживает 14 тысяч населения, который до сих пор в 21 веке сидит без чистой воды. Как начинается весна или в течение года идут дожди, все на следующий день, на 2-3 дня отключает воду, и население, 14-тысячное население, все сидит без воды. Мы находимся всего в 20-30 километрах Алматы. Я могу представить, какую воду пьют люди, которые от областных центров живут в 100-200 километрах. В этом вины нашего местного акима нет. Он все, что может, делает, дежурит постоянно возле воды. Как вода мутной становится, он останавливает. Разве это работа акима? Я обращаюсь к областному акимату, обращаюсь к районному акимату, начальникам водоснабжения района и области. В декабре 23 года вы отчитались, что соединили село Жандосово к центральному водопроводу. 2-3 месяца была чистая, хорошая вода. Потом началась весна, 24-го начал таять снег, и все возвратились в круги своя. Как объясняет местный аким, вначале вода под давлением 4 атмосфер поступала до Жандосова, а в Жандосово она падает до 2. И не может обеспечить водой все село. Поэтому были вынуждены опять подсоединиться к старой системе. Так что прошу всех заинтересованных лиц обратить на это внимание и решить этот вопрос раз и навсегда. С уважением, житель села Жандосово, Карасайского района Алматинской области.